Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 6-шы сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз жәндік жанды табиғатқа жата ма деген тақырыппен танысамыз. Құмырсқа мен ара, жәндік. Жаңа сөздер: ара, құмырсқа, қызғалдақ, жәндік. Оқылым айтылым, оқы қайтала. Құмырсқа. Ара мен құмырсқа жәндік. Ара гүлге қонды. Ара. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, сұраққа жауап бер. Саша кіммен сөйлесті? Әлібекпен сөйлесті. Ол Әлібектен не туралы сұрады? Ара мен құмырсқа жанды табиғатқа жата ма деп сұрады. Құмырсқа мен ара жәндікке жата ма? Иә. Жәндік қандай табиғатқа жатады? Жанды табиғатқа жатады. Жазылым екінші тапсырма: көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Ара мен құмырсқа жанды табиғатқа жатады. Оларды жәндік деп атайды. Жәндік кішкентай болады. Ара қызғалдаққа қонды. Оқылым үшінші тапсырма: мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Әлібек, құмырсқа мен ара жанды табиғатқа жата ма? Иә, жанды табиғатқа жатады. Олар өте кішкентай ғой. Сондықтан оларды жәндік деп атайды. Жәндік те тамақ жейді, өседі. Жазылым төртінші тапсырма: жақшаның ішінен керекті сөздерді таңдап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Ара мен құмырсқа да жанды табиғатқа жатады. Олар өте кішкентай. Ара мен құмырсқаны жәндік деп атайды. Жәндік тамақ жейді, өседі. Айтылым бесінші тапсырма: кестедегі сөздерді қолданып сұраққа жауап бер. Бұл не? Ол не істейді? Бұл құмырсқа. Ол жүреді, жүгіреді, тістейді, тамақ жейді, су ішеді, өседі. Бұл ара. Ол жүреді, ұшады, тістейді, тамақ жейді, су ішеді, өседі. Кел жаттайық. Гүлден жинап шырынды, бал береді аралар. Тисең шағып алады, жоламаңдар, балалар. Айтылым алтыншы тапсырма: рөлдік ойын. Бұл ойынды оқушылар мұғаліммен бірлесіп ойнаймыз. Есте сақта, ара мен құмырсқа жанды табиғатқа жатады. Олар өте кішкентай, сондықтан оларды жәндік деп атайды. Жәндікте тамақ жейді, өседі. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыз.